Сәлеметсіз бе, құрметті көрермен, арнамызға қош келдіңіз. Видеоролик турсында толығырақ мәліметке ие болды қаласаңыз, видео төмендегі бір ғана лайк және подписаться етемелерін баса кетуді ұмытпаң. Әрбір басқан лайкыңыз үшін қабатулла қабырғасын ұстау сізге нәсіп етсін. Ал онда біз бастадық. 1 шілдеден бастап азаматтардың жекеленген санаттарында әлеуметтік қолдау күшейтіледі. Еңбекмен. Бұл мақсатта республиканың бюджеттен қосымша 37 миллиард теңге бөлінген. Қазақстан Республикасы әлеуметтік кодексін іске асыру шеңберінде 2023 жылдың 1 шілдесінен бастап азаматтардың жекеленген санаттары үшін мемлекеттік әлеуметтік жәрдемақылардың мөлшері, сондай-ақ мемлекеттік әлеуметтік сақтандыру қорынан еңбек қабілеттігінен айырылу және асыраушысынан айырылу жағдайлары бойынша төлемдер 14,5%-ға артылды деп хабарлайды Азамат Рухи. Бұдан басқа 7 және одан да көп балалы өмірге әкелген, тәрбиелеген, наградталған аналарға берілетін жәрдемақы мөлшері 7,4 айлық есептік көрсеткішке дейін артылмақ. Бұған дейін хабарлағандай, 2023 жылғы 29 наурызда 8-ші сайланған парламенттің бірінші сессиясының ашылуында мемлекет басшысының мүгедектігі бар балалардың, адамдардың қолдау шаралары күшейту қажеттілігі атап өтті. Қазақстан Республикасы әлеуметтік кодексінің шеңберінде 2023 жылды 1 шілдесінен бастап мемлекеттік жәрдемақылардың мұндай түрлерінің мөлшері орта есеппен 14,5%-ға артылуы көзделген. Бізді тамашалауды жалғастырыңыз, ең соңғы жаңалықтарды алғашқылар қатарында біле отырыңыз. Сау саламат болыңыз.